Counter-Strike 2-ның ойыншылары қайда? Қазақстандықтар Sony'ге жаппай шағымданып жатыр. CS2 бойынша Bad Boom Dacha турнирі басталды. Бәріне сәлем, бұл Сайбер алаңның 13-ші жаңалықтар топтамасы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің жаңалықтарымызды жіберіп алмас үшін YouTube арнамызға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Ал бүгінгі 13-ші шығарылымымыздың демеушісі HyperX компаниясы, және бүгінде біз осы компанияның атынан осындай ойын тышқанын ойнатамыз. Отстың шартын білу үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Және керемет жаңалық, жақында Қазақстанның барлық ірі электроника дүкендерінде HyperX-тен керемет жеңілдіктер болады. Сол себепті жаңалықты жіберіп алмаңыздар. Ал осы шығарымды түсірердің алдында біз Kingston Fury компаниясынан өткен аптадағы сыйлықтар салынған сөмкені кім ұтып алғанын жариялаған едік. Әлі де эфирді көріп үлгермегендер болса, Instagram парақшамыздан көре аласыздар, біз соны сонда сақтап қойдық. Бәріне сәлем, бұл Сайбер алаң және оның жүргізушісі мен Аружан. Бүгін біз өзіміздің кезекті 13-ші жаңалықтар топтамамызда түсіргелі жатырмыз. Және түсірілімнің алдында өткен аптада біз сіздерге Kingston Fury компаниясынан осындай сыйлықтары бар сөмкені ойнатқан едік. Ойын шартына сәйкес осы сөмкені және басты сыйлық Kingston Fury'ден осындай компьютеріңізге арналған жедел жадты ұтып алу үшін біздің YouTube арнамызға тіркелгеніңізді растайтын скриншотты сториске біздің Instagram парақшамызды белгілеп салуыңыз керек болған. Одан бөлек сіздердің Instagram парақшаларыңыз жабық емес, ашық болу керек, чтобы біз кейін тексергенде оның бәрі шынайы екеніне көзіміз жету үшін. Сонымен енді ұтыстың нәтижесін бірге анықтайық. Бізге жалпы 31 адам сториске белгілеген екен. Мінекей, көріп отырғандарыңыздай. Енді қазір біз бұны рандомайзер арқылы анықтаймыз. Мінекей, 31 деп жазап. Сгенерировать 1, 2, 3. Сонымен жеңімпаз 26-шы нөмірлі қатысушы. 26 бізде Just Cox деген пайдаланушымыз. Көрейік. Ойын шартына сәйкес келе ме екен. Вау, Инстаграмы ашық тұр, құтты болсын, because 69 атты қатысушымыз. Сіз жеңісіңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Kingston Fury'ден осындай керемет сыйлығыңызды біз сізге жібере алуымыз үшін Instagram парақшамызға дайректке өзіңіздің почтаңызды жаза кетіңіз. Құтты болсын. Әдеттегідей Қазақстанның киберспортқа қатысты жаңалықтарынан бастайық. Falcons White PUBG Mobile бойынша Аламан Лиг чемпион атанды. Команда Дамир Аксер Омаровтың басшылығымен финалдық кезеңде 165 ұпай жинап, бірінші орынға ие болды. Жүлделерді бөлу барысында бірінші орын алған жеңімпаздар 800 мың теңге, екінші орын иеленген Gorgeous командасы 500 мың теңге, ал үшінші орынды иеленген Рухи Sports 300 мың теңге ұтып алды. Falcons White командасын турнирдегі жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Айта кетейік, бұл команда Сауд Арабияның атынан шыққанымен, оның құрамындағы ойыншылардың барлығы да қазақтар. Dota 2 ойынында жаңа команда. Команда Team Spirit'тен жеңілмейміз дейді. Олар жаңа Vidar Gaming командасы, және оның негізін қалаушы біздің отандасымыз қарағандылық Карина Загидуллина. Оның командасында Беларусь пен Ресейдің талантты ойыншылары бар. Атап айтар болсақ, Роман Дизин Костевич Керри, Александр Кики Тетерин Мид, Антон Хикари Милков Оффлейн, Алексей Грун Кулаков Soft Support, Максим Дездомейн Травкин Hard Support, Илья Павлун Павлов Коуч. Vidar Gaming'тің Telegram арнасындағы бір жазбаларды оқып берсем, бүгін біз сіздерге Dota 2-ның әлемдік сахнасында атақ пен жүлде үшін таласуға дайын командамызды мақтанышпен таныстырамыз. Бруи Original командасы Junior Cup 2023 турнирінің жеңімпаздары атанды. 6 финалдық ойыннан кейін команда 137 ұпай жинап, турнир кестесінде бірінші боп алға шықты. eSports Oris және Vice Memories командалары екінші және үшінші орындарға ие болды. Іріктеу кезеңі 18 қарашада басталған. Айта кетейік, Free Fire салыстырмалы түрде әлі аса таныла қоймаған дисциплина. 2017 жылы жарыққа шыққан Garena компаниясының Battle Royale жанрындағы онлайн ойыны.
Бірнеше минут сайын картаның ойын аймағы кездейсоқ жерде азаяды. Қазір PUBG Mobile, Fortnite және Call of Duty Mobile'дан кейінгі ең танымал Battle Royale жанрындағы мобильді ойындардың бірі. PMSG 2023 Winter жаңалықтарына тоқталсақ. PMSL 2024 іріктеуіне тағы да 4 слот қосылды. Ұйымдастырушылар тіркелген командалардың көптігіне байланысты осындай шешімге келіп отыр. Енді eSport аренасына жаңадан келген ойыншылар үшін бұл өте күшті мүмкіндік болмақ. Тіркеу 11 желтоқсанға дейін жалғасады, сондықтан мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар, ойынға міндетті түрде тіркеліңіздер. Айта кететін жайт, турнирге тек 4 ойыншыдан тұратын сквадтар қатыса алады. Жалпы жүлде қоры $15,000. Қазақстандықтар Sonyге жаппай шағымданып жатыр. Компанияның Instagramдағы жазбаларында пайдаланушылар Қазақстанды да PlayStation Network'ке қоссын деп мыңдаған пікір жазыпты. Айта кетейік, 2022 жылға дейін тмд мемлекеттерінің арасында ойынға тек Ресейден немесе Украинадан ғана тіркеле алатын еді. Sony Interactive Entertainment қазір соғысқа байланысты Ресей нарығынан кеткеннен кейін бірден бірнеше елдің, соның ішінде Қазақстанның, Грузияның ойыншыларында мәселелер пайда болды. Бірақ сол мәселелерді қатысушылар қазір шешуді өз қолдарына алып жатыр. Өйткені өкінішке қарай Қазақстанның цифрлық даму министрлігі еш нәрсе шеше алмады. Осыған ұқсас тағы бір шайт. CS2 бойынша әйгілі кәсіпқой ойыншы Моу мейджорге ашық іріктеу жарияланған кезде неге қазақтар 120 пингпен Европада ойнауға мәжбүр деген сұрақ қойды. Ол Қырғызстан, Өзбекстан және Грузия ойыншылары әдеттегідей Азия және Орталық Азия іріктеулерінде бақ сынасады. Осы мәселені шешіңіз, немесе Қазақстан неліктен Европаның бір бөлігі екенін түсіндіріңіз дейді. Оның ойынша Қазақстан емес, керісінше Грузия, Өзбекстан және Әзірбайжан мемлекеттері Европаға жақын орналасқан. Ойлап қарасақ, Моудың сөзінің жаны бар сияқты. Қазақстандық ойыншылар PMGC 2023 турнирінде ең жиі кездесетін ойыншылардың ондығына кірді. Жалпы 248 ойыншының арасында оны қазақстандықтар екен. Бірінші орында қытайлар, себебі турнирге бірден 26 қытайлық ойыншы қатысқан. 5-ші орында Ресей иеленсе, ал 17-ші орында Қырғызстан тұр. Айта кетейік, PMGC 2023 PUBG Mobile ойынындағы жарыстар маусымының соңғы чемпионаты. Бір күнде Дотада 35 матч ойнай алар ма едіңіз? Watson блогер Ultimate Dota бастаған челленджді аяқтады, және оны сәтті аяқтағанға ұқсайды. Нәтижесіне тоқталсақ, 24 сағат ішінде 28 матч және оның 14-ін жеңіп, 14-ін жеңіліспен аяқтады. Егер ойындарды іздеу барысында көп уақыт жоғалтпаған болсам, жоспарланған барлық 35 матчты ойнай алатын едім, дейді Әлімжан. Челлендж үшін Watson өзінің Smurf аккаунтын пайдаланып, қазіргі уақытта MMR бойынша европалық көшбасшылар тізімінде 4-ші орында тұр. CS2 бойынша Бэтбом Дача турнир басталды. Ол Біріккен Араб Әмірлігінде Дубай қаласында 5 және 10 желтоқсан аралығында өтеді. Турнирде 2 топқа бөлінген 8 команда болады. А тобында Бэтбом Team, Cloud9 Gamer Legion және MIBR командалары, ал Б тобында Astralis, Furia eSports, Team Spirit және Virtus Pro. Топтық кезеңінің барлық матчтары Best of 3 форматында, ал үздік 4 команда плей-офф кезеңіне өтеді. Жалпы жүлде қоры $300,000. Айтпақшы, стример Александр Никс-Левин турнирден не күтетінін айтты. Оның сөзінше, ол 6-11 желтоқсан аралығында Дубайда болады екен. Турнирге көрермен ретінде қатысып, сол жерден контент түсіруді жоспарлап отыр. Біз де оның контентін күтеміз. Естеріңізге сала кетейін, айдың басында ұйымдастырушылар ивенттің бассейнде түсірілген керемет трейлерін көрсеткен. CS2 бойынша Бэтбом Дача турнирінде Cloud9 командасы А тобындағы алғашқы ойында Gamer Legion командасын жеңді. Матч Overpass картасында 13-5 және Mirage картасында 13-3 есебімен аяқталды. Бұлтылардың келесі ойыны 7 және 13 желтоқсанда өтеді. Айтпақшы, Cloud9 құрамының капитаны Кирилл Бумыч Михайлов ұжымның алға қойған басты мақсаттарын бөлісті. Ол бірден үлкен нәтижеге дәметпейтінін, бірте-бірте барлығына қол жеткізуді жөн көретінін атап өтті. Қазір Cloud9 мейджорға шығуға, сондай-ақ жылды жақсы аяқтап, алдағы 2 турнирдің кем дегенде біреуінде жеңіске жетуге тырысады, дейді Бумыч. Blast Premier World Final 2023 жақындап келеді. Топтық кезеңінің жеребесі де өтті. Бір қызығы Navi және Cloud9 командалары бір топта, яғни А тобында болады.
Осы топта тағы Vitality және ENCE командалары бар. Топтық кезеңнің алғашқы матчтары Cloud9, Team Vitality, сондай-ақ Navi және ENCE командалары арасында өтеді. Бұл турнир 13-17 желтоқсан аралығында Абу-Дабидегі Etihad аренада өтіп, қазіргі жарыс маусымын аяқтайды. Командалар $1 миллион жүлде қоры үшін таласады. Ал сіз қай команданың жанкүйерісіз? Пікірге жаза кетіңіз. Решафлдар әлі де болып жатыр ма? FaZe Clan CS2-дегі командасының жаңа ойыншысымен таныстырды. Команданы бұрынғы Муз ойыншысы Давид Frozen Чернянский толықтырды. Ал жаңалық FaZe Clan'ның Twitterдегі ресми парақшасында жарияланды. Чернянский 1 желтоқсанда клубтан кеткен Russell Twits Van Dalkenнің орнына келді. Twits 2017-2020 жылдар аралығында ойнаған Team Liquid командасына қайта оралуы мүмкін дегенде қауесет бар. Жаңартылған FaZe Clan құрамы үшін алғашқы турнир Blast Premier World Final 2023 болады. Онда команда 13 желтоқсанда топтық кезеңнің матчында Heroic командасына қарсы бақ сынасады. Counter-Strike 2-ның ойыншылары қайда? Steam Charts дерегі бойынша ойын шыққаннан бері орташа онлайн 3-тен 1-ге қысқарған. Қыркүйек айында, яғни CSGO серверлері әлі ашық болған кезде тәулігіне ойыншылардың орташа саны 976 мың болған еді. Бірақ қазір олар 30% азайған. Counter-Strike 2 28 қыркүйекке қараған түні шыққан, және ол барлық пайдаланушыларға тегін болып, CSGO-дың орнын басқаны анық. Ал сіздер CSGO-ды сағындыңыздар ма? Ал енді өсек тайм. Кәсіби ойыншылар CS стикерлері арқылы қандай табыс табады? Кәсіби спортшы Андрей Джерри Михряков құпияны ашты десек те болады. Блогер Мэйге берген сұхбатында ол табыс мейджордың турнир операторына байланысты дейді. Бұл PGL, Blast немесе басқа оператор болуы мүмкін. Бірақ кез келген ойыншының бір мейджордан көретін орташа табысы $300-400 мың дейінгі аралықты құрайды. Алайда бұл көрсеткіш әр ойыншының келісім шартында көрсетілген деректерге байланысты өзгеруі мүмкін. Сонымен қатар Джерри стикерлер ойыншылар үшін өз қолтаңбасын қалдырудың тәсіл екенін атайды. Өйткені олар ойыншыға ақша келіп қана қоймай, маңызды мұра ретінде де саналады. Киберспорт 2 ғашықты табыстырды. Dota 2-ның кәсіби ойыншысы Tia Jun JT Van қытайлық турнирді трансляциялау студиясының 31 жастағы қатысушысы Ван Цинге оның туған күнінде ұсыныс жасады. Құтты болсын. JT ұсыныс жасаған сәттегі фотосуреттерді Weiboдағы жеке парақшасында жариялады. Ол сүйіктісіне арнаған жазбасында «Менімен өмір бойы бірге боласың деп үміттенемін. Туған күніңмен қымбаттым» деп жазыпты. JT 2017 жылдан бері Invictus Gaming командасының құрамында кәсіби сахнада өзін көрсетіп келеді. Жұптың алдағы жоспарлары мен үйлену тойының нақты қай күні болатыны белгісіз. Естеріңізде болса, біз бұған дейін де қытайлық Амиде қызына ұсыныс жасағанын айтқан едік. Razer өзінің коллаборацияларымен таң қалдыруды тоқтатар емес. Адамдар Dolce Gabbanaмен болған коллаборацияны талқылап жатқанда, Razer Lexuspен коллаборацияны шығарып үлгерді. 4 желтоқсанда геймерлерге арналған жаңа көлік таныстырылды. Ол Lexus TX Ultimate деп аталады. Және видео ойын әуесқойларына арналған бірегей дизайндағы жол талғамайтын көлік. Бұның бір ерекшелігі автомобильді барынша стильді және заманауи ететін RGB жарықтандыруы. Енгізілген компьютерлердің техникалық сипаттамалары мен автокөліктің бағасы және қанша дана шығатыны да әлі белгісіз. Fortnite'те Eminem'нің концерті өтті, бірақ бұл кейбіреулердің көңілінен шықпаған сияқты. 2 желтоқсанда рэпер ойынның 4-ші тарауының аяқталуына байланысты виртуалды концерт берген. Ол өзінің көптеген хиттерін орындады. Олардың қатарында Lose Yourself те бар. Концертті 12 миллионға жуық ойыншы қараған, бірақ кейбіреулерінің рэпердің тым аз өнер көрсеткенінен және бастапқы трек тізіміндегі бірнеше тректің орындалмағанына көңілі қалыпты. Ал сіз концертті көрдіңіз бе? Қалай болды? Fortnite жаңа рекорд орнатты. Қараша айында ойынға 100 миллион ойыншы кіріпті. Рекордтық көрсеткіштер қараша айында басталған, как раньше маусымының арқасында орнатылған анық. Онда Epic Games Fortnite'тың бірінші маусымының түпнұсқа картасын ойынға қайта қосқан еді. Бірінші күні олар 5 миллион ойыншыны жинап, Battle Royale жанрында рекорд орнатты. Ал келесі күні көрсеткіш тіпті 6 миллионға дейін көтерілген.
Ал енді ұтыстың шартына тоқталайын. Біз бағанадан бері Razer'дің коллаборациясын талқылап жатырмыз. Ал біздің серіктесіміз HyperX компаниясы қай брендпен коллаборация жасаса күшті болар еді. Осыны пікірге жаза кетіңіздер. Ал ең көп лайк жинаған пікір осы HyperX-тен керемет ойын тышқанын ұтып алады. Ұтыстың нәтижесін біз тура бір аптадан кейін, яғни келесі сәрсенбіде жариялаймыз. Егер бұл ұтыстан жеңіліп қалған болсаңыздар, ешқашан көңілдеріңізді түсірмеңіздер, жақын арада HyperX-тен керемет жеңілдіктер болады. Сонымен баршаңызға сәттілік. Біз Cyber-Алаң командасы Қазақстандағы киберспортты дамыту және киберспортқа қатысты қазақ тілінде ақпарат тарату мақсатында апта сайын осындай жаңалықтар топтамасын шығарып отырамыз. Біздің видеоларымызды жіберіп алмас үшін YouTube, Telegram арнамызға және TikTok пен Instagramдағы парақшамызға тіркеле кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Аружан, келесі аптада кездескенше.